بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عقيدة сабағын жалғастырамыз. Алдыңғы сабақтарда тәуил және тафуид мазхабтарын үйреніп, оларға қандай рот қайтару екенін түсіндік, үйрендік. Енді кітапқа кіріспестен бұрын бір айтқым келетін нәрселер бар. Насихат пе екен, әлде кейбір маңызды нәрселер, яғни адам баласы ойлап қалмасын, осы нәрсені жаттап алғаннан кейін қандай сипатшы болса да оны тартысып жеңем деп ойламасын. Жалпы білім бауырлар алғанда адам тартысу үшін алмау керек оны. Мына ақида білімін оқығанда сен ниетіңде жүрегіңнен күмәнді кетіру деген ниет болсын. Яғни білімді аламын, осы ақида білімін үйренемін, өз ақидыма нақты сенім, айқын сенемін. Өзім ақидым дұрыс екенін, ахли сунна мазхабы дұрыс екенін айқын сенемін, күмәнданбаймын деп жүректе күмәндарды кетіру үшін үйренеміз біз ол нәрселерді, осы ақида мәселелерін. Өйткені жүректе күмән болатын болса, ол жаман нәрсе. Адамның ақидасында күмән болатын болса. Сонда мұсылман, мұъмин ақидасында күмән болмау керек. Біз ақида білімін үйренеміз, не үшін? Күмәнді жүректен кетіру үшін. Күмән болатын болса, ал күмән жоқ болатын болса, сол келмеу үшін алыстан қашамыз одан, алыстан тыямыз жолын. Ал бана біреумен тартысу, біреу жеңу үшін емес. Ең мықты қарсы қару, бидағатшыларға қарсы, ол тартыспауың. Олар саған бір нәрсе айтатын болса, мүлдем кездеспеуің. Яғни тартыспағанда мүлдем тартысуға болмаймын, жоқ, тартысатын өзінің жағдайлары бар. Иншалла оны алдағы тақырыпта бидағатшылармен тартысу болады болмайды деген тақырыпта оны талқылап өтеміз иншалла. Бірақ жалпылама айтқанда, яғни сол тәуил мәселесін сабақты өттік, бір сабақ оған арнадық. Және тафуид мәселесін өткенде оған бір сабақ арнадық. Бірақ бұл нәрсе бауырлар, яғни былай айтқанда бір үлкен теңіздің бір шелек суы, бір аз ғана мәселе ол тек қана. Маңызды нәрселер теріп айтқаным болды. Ал егер де олардың шубхаларына, мәселелеріне кіретін болсақ, яғни көп сондай бір шубхалар бар. Өйткені бұл ақида бауырлар 1000 жылдан астам бар бұл ақида. Ислам дінінде ең көп қарсы роттар қайтарылған сол ақидаға. Көп ғалымдар осыған көп кітаптар жазған. Және 70 топтың көбін осылар толтырған яғни. Сондықтан бір жеңіл болсын, бір екі сабақты өтіп алып болды, кіммен тартыссам да бәрін жеңем деп ойыңда келуші болмасын. Өйткені мынау тәуил және тафуид оқыған нәрсең болар, ақылды есті кісіге жеткілікті болар. Ол қате екен. Бірақ сен өзің сол сипатшылардың басшыларымен кәдімгі терең кіріп кеткен сол адасу жолына сондай бір кісілермен тартысатын болсаң, саған біраз шубхалар тағы да кіргізуі мүмкін. Мысалы үшін олар саған хадис келтіруі мүмкін. حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ديد. يعني الحجر الأسود يمين الله في الأرض. Қара тас дейді, Алланың жердегі оң қолы дейді. Кім оны ұстаса, әлде сүйсе, ол онда Алланың оң қолын ұстаған, әлде сүйген сияқты болады дейді. Яғни саған айтады, сен сәләфи, сүнни, ахли сунна адамым деп тұрсың сен өзіңді, дұрыс па? Сен айтасың, Құранның аяттарын, хадистерді түке түсіну керек, ауыспалы екінші мағынаға қайтаруға болмайды деп айтасың, дұрыс па? Онда бұл жерде хадисте Алла тағала айтып тұр ғой, қара тас Алланың жердегі оң қолы деп. Сонда жердегі қара тас Алланың оң қолына қара таспен бірдей ма? Деп сондай хадистер саған күмән салуы мүмкін. Әлде мысалшы саған мынандай хадис келтіруі мүмкін, Сахих Муслимде келген Абу Хурайрадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Инналлах азза ва джалла яқулу яумал қиямати я ибна адам маридту фалам таудни" дейді. Қиямет күні Алла тағала өзінің құлына айтады: "Я ибна адам, ей адам баласы, мен ауырып қалдым, маған неге зиярат қылмадың сен" дейді. Мен ауырып қалдым дейді, Аллах тағала құлына айтады, сен мені зиярат қылмадың ғой дейді. Яғни саған сонда айтады бір сипатшы келіп, сен түке түсінесің ғой дейді, дұрыс па? Яғни бұрмаламай түке түсінесің, яғни бағандай ауыспалы мағынаға қайтармайсың, дұрыс па? Енді Аллах тағала бұл жерде айтып тұр ғой, ауырып қалдым деп. Сонда Аллах тағала ауыра ма? Әлде сол хадисте айтады: "Я ибна адам исат'амтука фалам тут'имни" дейді. Я адам баласы дейді, мен сенен тамақ сұрадым дейді, сен маған тамақ бермедің дейді. Яғни сонда Аллах тағала тамақ ше ма, тамаққа мұқтаж ба? Әлде мен сенен тағы хадисте су сұрадым дейді, сен маған су бермедің дейді.
қиямет күні Аллах тағала құлына сөйтіп айтады. Сондай бір хадистерді саған келтіру мүмкін, мысалшы, сен оған жауабын таба алмай қалуы мүмкінсің. Әрине бауырлар, ол хадистердің барлығын жауаптар бар. Ахли суннаның оларға қарсы жазған кітаптарында, Ахли суннаның жазған кітаптарында ол хадистердің, осыған ұқсас хадистер, біраз хадистер бар. Сол хадистерге жауап бергендер ғалымдардың кітаптары жетеді. Өйткені бұл мәселе бауырлар, сипатшылардың ақидасы, тәуил, тафуид ақидасы бауырлар, ол бұрыннан бар. Ол ақида бауырлар сол хадистерге сүйеніліп бағандай шыққан жол емес бауырлар. Олар бірінші осы хадистерге сүйенбей тұрып бірінші ақиданы шығарып алды. Жахм ибн Сафуан, Жаат ибн Дирхам, бағанағыдай Ахмад ибн Аби Дуад, Бишр аль-Марриси, олар осы хадистерді көріп, осы хадистен мынандай мәселе шығады ғой деген болған жоқ. Бұл хадисті олар білмейді, олар ол хадисті. Олар бірінші ақиданы шығарды. Кейін сол жол ұстанғандар осындай хадистерді сүйреп суырып алып өзінің мазхабтарына келтірген. Біз сүйенетіміз мынандай нәрсе, мына хадистерге сүйенеміз, Сахи Муслимге сүйенеміз, осы хадистерге сүйенеміз. Мысалшы, кімдердің Жахм ибн Софандардың сөзін айтпаймыз деу мүмкін. Сонда қазіргі бір сипатшылармен тартысатын болсаң, ол саған Жахм ибн Софанның сөздерін айтпау мүмкін. Олар бұл хадистермен сүйену мүмкін. Біз, мысалшы, сипатшылар, муфауидтар, әлде муауилдар, тәуил жасаушылар, біз сүйенетін нәрсеміз хадис, міне Сахи Муслимде келген хадистерге, Ибн Аббастан келген хадиске біз соған сүйенеміз, басқа нәрсені айтпаймыз деп айту мүмкін, бірақ оның бәрі өтірік. Өйткені бұл ақиданы шығарып берген солар Жахм ибн Софуандар. Яғни олар сол ақиданы шығарып берді. Егер олар болмағанда, олар қазір ол ақида болмас еді жер бетінде. Солар сол қағидалы ережелерге сүйеніп, сондай дәлел арад хулул хавадис деген сондай қағидалар, сипат өзімен өзі болмайды, сипат бір нәрседе болады, ал бір нәрсе болатын болса ол дене болады, дене болатын болса бәрі бір-біріне ұқсайды деген қағиданы бірінші шығарған олар. Хадис осындай нәрсені олар оны білмеген мүлдем. Сондықтан имам Ахмадпен олар тартысқанда, бауырлар, кезінде имам Ахмад олармен тартысқанда, олар сондай нәрсені айтып бастағанда имам Ахмад мен оны түсінбеймін дейтін болған. Маған хадис аят айтшы, болды, мен түсінбеймін ол нәрсені, хулул хавадис дәлел арад деген нәрсені мен түсінбеймін, маған тек қана хадис айтшы дейтін болған. Аят хадис болды деп. Сол кезде сол кімдер Жахм ибн Софан сияқты сондай қасқалар ауыз жабылатын болған. Өткен дәлел хадистің болмаған оларда. Тек қана бағанағыдай ахли сунна онымен келіспейтін қағида мен ережелер. Өздерінше бір қағида ереже деп есептейтіндер. Кейін ол топ тарады, кейін олардың ғалымдары пайда болды, кейін сол ақиданы енді айырылғысы келмейді, не істейді енді? Оған енді дәлел іздеу керек. Дәлел арад хулул хавадис деген ереже қағиданы мойындайтын болсақ, онда пайғамбарымыздың хадистерін, Құран аяттарын жоққа шығару керек болады. Ал хадистерді, Құран хадистерді қабылдайтын болсақ, банағы ережелер жоққа шығару керек болады. Енді не істейміз, енді қандай бір жол бар дегенде олар әрине қағида ережелеріне ұстанды, хадистерді соған бұрмалап, жоққа шығарып, әлде бір басқаша бір түсінікпен, сәләфтер түсінбеген түсінікпен бұрмалап әкеліп, сөйтіп, яғни өздеріне сәйкес келтірді. Ал біріншіден сол хадистерден осындай пайда шығады екен, сол хадистен мынандай ақида шығады екен деген нәрсе мүлдем болған жоқ оларда. Сондықтан қазіргі бауырлар, сипатшылар саған хадиспен тек айту мүмкін, мұндай хадистермен. Ал ол ақида бауырлар кезіндегі сол Жахм ибн Софуан, Жаат ибн Дирхамның шығарған қағидаларына сәйкес ақида. Яғни олар болмаса қазір ол ақида болмас еді бауырлар. Сондықтан бауырлар, жалпылама өзіңе сондай қағида ал. Әрдайым ахли сунна ақидасына сенде фиқа, сенім болсын бауырлар. Егер де сен ахли суннаға толығымен сенбесең, онда сен ахли сунна ақидасына толық болмайсың бауырлар. Ахли суннаға сен толық сенуің керексің. Яғни, мысалшы, бір бидағатшы саған бір пікір әкеледі. Сол пікірді әкелгеннен кейін сен білесің, жалпы ахли сунна онымен келіспейтін. Бірақ сондай қылып саған хадистер әлде бір шубхалар келтіреді, сол кезде сенде жүрегінде ахли сунна ақидасына еш күмән болмау керек. Ахли суннаның адамдарына емес, ахли сунна ақидасына. Мысалшы, бана хадисте келді, Сахи Муслимнің хадисте. Сен, мысалшы, мынандай жүрегіңе күмән кірмеу керек. Субханалла, демек мүмкін солардың да бір сөздерінде жөн бар шығар, сөздеріне бір шындық бар шығар. Енді мүмкін енді ахли суннада енді қателескенде шығар мүмкін деген сондай қылып күмәнің болатын болса, онда сен толық ахли сунна емес. Сен айқын жүрегің ешқандай күмәнсіз, кесілді үзілді түрде ахли суннанікі дұрыс, мына сенің айтып тұрған нәрсең ол қате, осылай сенің түсініп тұрғандай емес. Оның бір жауабы бар, мен білмеймін деп оны қайтарасың. Яғни сондай муслимда бауырлар, ахли сунна ақида ұстанған кісіде сенім болу керек өз ақидасына бауырлар.
бір қандай бидағат жасаған әкелсе, қандай дәлел әкелсе де, сен жүрегіңде сенім болу керек, ахли суннанікі дұрыс, иншалла оның жауабы бар деп. Мен қазір білмеймін, бірақ оның жауабы бар деген сенім болу керек. Бірақ бір сәл күмәнданатын болсаң, мыналардың енді сөздері дұрыс шығар, онда сен құрдың. Ахли суннаға сенімің кетті сенің. Ешқашанда ахли суннаға күмәнданба. Яғни бүкіл осындай келтіретін хадистерінің міндеттерде жауаптары бар деген сенім болу керек сенде. Ал бағанағы хадистен жауаптарына келетін болсақ, бағандай қаратас ол Алланың жердегі оң қолы деген, бұл хадис, яғни қарайтын болсақ, хадисті қарап тұрсаңдар, бұл Аллах Тағала жердегі оң қолы деді. Жердегі, яғни Алланың оң қолы деген жоқ, жердегі оң қолы. Мысалы үшін адам баласы қандай қылып айтады ғой, дұрыс па? Бұл адам менің Маккадағы оң қолым дейді. Анау менің Алматыдағы оң қолым дейді, дұрыс па? Яғни Аллах Тағала оны менің оң қолым деген жоқ. Қаратас ол менің оң қолым деген жоқ, жердегі оң қолым деді. Хадистің сол сөзі түсіндіріп тұр. Яғни ол мағынасы сол емес екен. Яғни хадистің өзінің ішінде сөзі түсіндіріп тұр, ол солай тіке мағынасы емес екен. Және Аллах Тағала айтып тұр бұл жерде, кім оны ұстаса, әлде сүйсе дейді, Алланың оң қолын ұстаған әлде сүйген сияқты болады дейді. Сияқты деп тұр, қараңдар бауырлар. فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ أَوْ صَافَحَ يَمِينَهُ дейді. Яғни сияқты деп тұр. Бұл жерде пайғамбарымыз айтып тұрған жоқ қой, кім оны ұстаса, ол менімен амандасты, менімен қолым ұстады деген айтып тұрған жоқ Аллах Тағала. Сияқты деп тұр. Демек, хадистің өзі қандай мағына беріп тұр бауырлар? Бұл қаратас Алланың қолы емес екен. Яғни бұл бауырлар, егер де хадис әрине сахих болатын болса, әрине ол хадис сахих емес, яғни оны ғалымдар оны даиф дейді. Яғни ол хадис, Шейхул Ислам ибн Теймия ол хадисті даиф дейді. Ибн аль-Джаузи оны хадис даиф деген, Ибн аль-Араби аль-Малики бұл хадис батил деген, жалған хадис деген мысалы. Яғни бұл хадис сахих болғанда сондай қылып жауап береді ғалымдар. Бірақ әрине оны ғалымдар, ешқандай ғалым оны сахих деп айтпайды. Яғни сондай бір әлсіз болған хадистерге жабысып алады да, сондай бір сахих Бухариде, Муслимде келген хадистердің бәрін жоққа шығарады. Егер де, субханалла, оларға ақидаларын қарсы келетін Бухари және Муслим хадистер келтіретін болсаң, кәдімгі ешқандай күмән жоқ болған сахих хадистер, онда олар не қылды? Бұл хадис ахад дейді. Ахад хадис ақидаға алынбайды дейді. Тойып, жақсы, тек қана мәселе сол ахадта болып тұр ғой, дұрыс па? Сіздерге мутаватирге қабылдау үшін, дұрыс па? Ал нузул хадисін не айтасыңдар дейді? Аллах Тағала түнгі 3-ші бөлікте жер аспаннан түседі деген мутаватир хадис, ол қалай айтасыңдар? Ол сендердің түсініп тұрғандай емес дейді. Яғни сен бана айттың, мутаватир болу керек қабылдау үшін, ахад болса қабылдан, бірақ енді нузул хадисі Аллах Тағала жер аспаннан түседі деген хадис мутаватир хадис қой. Енді оны қабылдашайш, жоқ, ол сіздердің түсініп тұрғандай емес дейді, мысалы. Сондықтан бауырлар, сол тәуил тафвид жолын қате екенін түсінесің. Ал банағы Муслимдегі хадисінің жауабын, яғни ол хадис, ғалымдар былай деді, ол хадис толықтай оқышайш дейді, ол хадисті. Толықтай оқы, сонда оның жауабын түсінесің дейді. Ал толықтай оқитын болса, ол хадис Аллах Тағала айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Алла Тағала қиямет күні айтады құлына, я бна адам маридту фалам таудни дейді. Ей адам баласы, мен ауырып қалдым, мені зиярат қылмадың ғой дейді. Қала я рабби кайфа аудуку анта раббул аламин. Сол кезде құл айтады екен, я раббым, қалай мен саған зиярат қыламын, сен әлемдердің раббысы емессің бе дейді. Қала, сол кезде Аллах айтады, ама алимта анна абди фулан марида фалам таудху, ама алимта аннака лау удтаху лаважаттани индаху дейді. Ей құлым дейді, сен білмеп пе едің дейді, бір пәленше құлым ауырып қалды ғой дейді, бір күні сен тір кезінде бір сондай пәленше Абдулла әлі Зайд бір бауыр ауырып қалды дейді, менің құлым. Сол кезде сен оны зиярат қылған жоқсың дейді. Егер де сен соны зиярат қылғанда ғой дейді, онда мені соның қасынан табар едің ғой дейді. Яғни Алла Тағала бұл жерде құлы ауырып деп тұр. Яғни бұл жерде құл қиямет күні Аллахқа айтады ғой, бағандай, қалай зиярат қылам, сен әлемдердің раббысың дегенде, сен сөзін қате деп айтқан жоқ қой Аллах Тағала. Яғни Аллах Тағала құлын ауырған, өзі ауыр деп өзіне қосып тұр, неге? Құлына құрмет ретінде. Ама алимта анна абди фуланан марида дейді. Сен білмеп пе едің дейді, менің бір құлым ауырғанда дейді. Яғни Аллах Тағала мен ауырдым деген сөзі, демек ол құлым ауырды деп мына жерде Аллах Тағала өзі айтып тұр бұл жерде хадисте. Хадистің өзін толық оқитын болсаң, ары қарай түсінікті болады. Яғни менің құлым ауырғанда, және оны зиярат сен қылғанда, мені сол жерден табатынды білмеп пе едің дейді. Яғни сен менің құлымды ауырып қалған, сырқаттанып қалған құлымды зиярат қылатын болсаң, мен саған жақын боламын ғой дейді. Сені жақсы көрем, саған көмек берем деген мағына. Бұл жерде бауырлар ауырып қалған мұсылманды зиярат қылудың бір сауабын айтып тұр Аллах Тағала. Оған жақын боламын дейді.
Сонда кім мұсылманды зиярат қылатын болса, ауырып қалған мұсылманды, Алла тағала оған жақын болады. Жақын деген сипат алды тақырыпта келеді, соны талқылап өтеміз иншалла. Хадистің жалғасы: я бна адам истат'амтука фалам тут'имни дейді. Ей адам баласы, мен сенен тамақ сұрадым, сен тамақ бермедің ғой маған дейді. Қала я рабби ва кайфа ут'имука ва анта раббул аламин. Я раббым, қалай сен тамақтандырамын, сен әлемдердің раббысың ғой дейді. Бұл жерде Аллах тағала айтқан жоқ, қате сен сөзің, мен тамақ сұраймын деп айтқан жоқ бұл жерде. Түсіндіріп тұр ары қарай Аллах тағала. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي дейді. Қараңдар олар. Сен білмеп пе едің дейді, бір пәленше құл кезінде сенен тамақ сұрады ғой дейді. Сол кезде сен оны тамақтандырған жоқсың дейді. Бір кедей міскін кісі келіп одан тамақ сұраған, ол кісі оны тамақтандырмаған. Сол кезде Аллах тағала: егер де соны сен тамақтандырғанда, онда соны меннен табар едің дейді. Мені одан табар едің емес, оны меннен табар едің дейді. Яғни бұл жерде айырмашылық бар бауырлар. Оны түсіндіремін. Я бна адам истасқайтука фалам тасқини. Ей адам баласы, мен сенен су сұрадым, сен маған су бермедің дейді. Қала я рабби ва кайфа асқику ва анта раббул аламин дейді. Сол кезде құл айтады: я раббым, қалай саған сені сусындырамын дейді, сен әлемдердің раббысың ғой дейді. Қала истасқака абди фуланун фалам тасқихи дейді. Сенен бір құл су сұрады, сол кезде сен су берме дейді. Ама иннака лау сақайтаху лау ваджатта залика инди дейді. Ал егер сен оны сусындырғанда ғой дейді, соны меннен табар едің дейді. Яғни бұл жерде Аллах тағала өзі ары қарай хадистің жалғасынан түсіндіріп тұр. Яғни ауырып қалған Аллах тағала емес екен, су сұраған Аллах тағала емес екен, әлде тамақ сұраған Аллах тағала емес екен. Керісінше тамақ сұраған ол Алланың құлы, әлде су сұраған Алланың құлы, ауырып қалған ол Алланың құлы деп Аллах тағала соның хадисін жалғасып толтырып айтып тұр, ар жағын толықтырып. Соны қарап тұрсаңдар бауырлар, ауруды айтқанда, ауруды зиярат қылғанда не қылды? Мені содан табар едің дейді. Яғни мен саған жақын болар едім дейді мағынасы. Ал тамақтандырғанда, бауырлар, тамақтандырғанда құлды Аллах тағала айтып тұр, онда оны менен табар едің дейді. Яғни сол тамақтандырғанның сауабын қиямет күні маған келгенде менен табар едің деген мағына. Яғни сол айырмашылығы бауырлар. Зиярат қылатын болсаң Аллах тағала, әрине ол сауап болады, бірақ Аллах тағала саған арнайы жақын болады. Жақын сипатта оны талқылап өтеміз иншалла. Ал тамақтандыратын болсаң, оның саған сауабы болады. Оның саған сауабы болады, Аллах тағаладан қиямет күні сауабын аласың. Яғни ешқандай сәләф бұл хадистен ондай қылып күмәнданған жоқ. Яғни хадистерді, аяттарды тіке мағынамен түсінуге болмайды екен, өйген тіке түсінетін болсақ, оны Аллах тағала аурат деген мағына шығады деген ешқандай сәләф түсінген жоқ. Кейін бауырлар, сипатшылар бұл хадистерге сүйеніп өздеріне ақида шығарған жоқ. Олар банағы өздерінің қағидаларына, ережелеріне сүйеніп тұрып, өзіне ақида шығарып алды. Содан кейін ғана барып, осы дәлелдерді іздеп, сәйкестіріп, өздеріне тартып, банадай сәйкес барынша келтірді. Сондықтан бауырлар, яғни сипатшылардың тәуил, тафуид жасайтылардың сөздерін, ақидаларын қате екенін білесін. Осындай біраз бір хадистер бар өздерінің келтіретін, ахли суннаға қарсы, кейбіреулері даиф, кейбіреулері сахих болғанмен мүлдем олай ешкім сәләф түсінбеген олай. Бірде бір сәләф келіп түсінбеген есім сипат аяттардың, әлі хадистердің түке түсінуге болмайды. Өйткені түке түсінетін болсақ, Аллах тағала аурат деген мағына шығады деп ешқандай сәләф түсінген жоқ бауырлар. Бүкіл бидағатшының ақидасы сондай бауырлар. Бірінші ақиданы өзіне шығарып алады, кейін соған дәлел іздейді. Ал ахли сунна олай емес, ахли сунна дәлелден өзіне ақида шығарады. Жүн жұлу мазхабы деп айтуға болады. Оны шейх Жарбух келтіреді мурджияларға қарсы, бірақ яғни олар сипатшыларға оны салу болады. Жүн жұлу мазхабы. Андай мурджиялар андай мысалшы өздеріне бір ақида шығарып алған, мүлдем бұрын айтпаған, ешқандай ахли сунна түгіл бидағатшылар айтпаған ақида шығарып алған. Мушрик мұсылман болады деген ақида шығарып алды қазіргі мурджиялар. Кезінде оны тіпті мурджиялар айтпаған. Кезіндегі мурджиялар олар андай қылып айтатын болған: кінә жасайтын болса, ол иманға әсер бермейді, әлде мұсылман ешқандай амал жасамайтын болса, ля илаха иллаллах айтып жүрегімен сенетін болса, ол кәфір болмайды деген ақида болған. Өздерінің яғни 5 дәрежесі бар, 5 түрі бар мурджиялардың. Ал мушрик, серік қосатын, құрбан шалатын молаға, ол мұсылман болу мүмкін деген ақиданы мүлдем ұстанбаған. Кезінде мурджиялар ұстанбаған оны. Яғни олар мурджиялар мушрикті мушрик деген, бірақ амал істемейтіні мұсылман деген. Ал қазіргі мурджиялар олардан асып кеткен, яғни мушрикті мұсылман дейді. Молаға табынатын болса, оны мұсылман дейді. Яғни ол бір уақытта мушрик, серік қосушы, және ол бір уақытта жалғыздаушы, муахид, яғни муахид жалғыздаушы. Ал мушрик серік қосушы, серік қылушы. Сонда бір уақытта ол серік қосушы
жалғыздамаушы және жалғыздаушы, серік қосушы емес. Және бір уақытта бір кісіде сол нәрсе болуы мүмкін деген ақида шығарды. Және олар сол ақидаларына бауырлар кейбір ғалымдардың сөздерін тауықтың жүн жұлғандай келтіреді. Қалай ол, яғни мысалшы, бір үлкен птицефабрикаға кіресің сен, дұрыс па? Үлкен птицефабрикаға кірсең, ішінде 10 мың тауық бар екен. Бәрі де ақ тауық. Бәрі де ақ тауық. Соны шейх Жарбух осыны көп келтіреді осы нәрсені. Сол кімдерді, муржиялар, қазіргі муржияларды жүн жұлу мазхабы дейді. Яғни птицефабрикаға кіресің, ішіне кірсең 10 мың тауық бар екен. Бәрі де ақ тауық. Енді мына 10 мың тауықтың барлығы да аппақ болғанда, яғни әрбір тауықты қарағанда бүкіл үстінде қауырсын жүндері ақ болмайды ғой, дұрыс па? Бір-екі қара жүн болады, бір-екі қоңыр жүн болады, мысалшы. Бір тауықты қарайтын болсаң. Сол тауықтардың 10 мың тауықтың әрбірінен бір-екі қара жүн жұлып пакетке жинап, сыртқа шығып, сырттағы тұрған кісілерге айтады: "Мына птицефабриканың ішінде 10 мың тауық бар, бәрі де қара тауық" дейді. Тұрады: "Қалай қара тауық? Ішінде бәрі ақ тауық қой, бәріміз білеміз ғой." Жоқ, бәрі де қара тауық, нанбасаңдар, міне қараңдар деп пакетті төгіп жібереді. Пакеттің ішіндегі бәрі қара жүндер. Сол кезде кісілердің бәрі: "Мә, субханалла, мә, расында мына птицефабриканың ішіндегі бәрі қара тауықтар екен ғой" деп сондай сенімде болады. Сол сияқты қазіргі муржиялар кейбір имамдардың, кейбір ахли сунна ғалымдардың кейбір сондай муташабих болған сөздерін теріп, тауықтың үстіндегі жүнін жұлғандай теріп пакетке жинап, кісілерге соны жеткізіп жүр. Яғни бүкіл бағадай анық болған сөздерін тастап, кейбір сондай айтылып қалған сөздерін, муташабих сөздерін жұлып сөйтіп мазхаб жинады. Сол сияқты мына кімдерде, сипатшыларда сондай. Бүкіл бидағатшы сондай болар. Бүкіл бидағатшы топ ол сондай ақидада жүн жұлу мазхабтарын ұсынатын олар. Яғни әрбір сондай имамдардың, кейбір хадистердің, әрбір имамның Байхақи былай айтқан, әлде мысалы Ибн Абдул-Бар мына сипатта былай айтқан, әлде Табари бұл жерде былай айтқан, міне қара деп соны әрбір сөздерін теріп өзінің ақидаларына сәйкестіріп, сондай, яғни қазір біз хадиспен айтамыз дейді. Кезіндегі сол Жахм ибн Сафуандардың ақиданы келтіргенін ұмытып қалды олар. Сондықтан, яғни әрбір бидағатшы сондай, яғни жүн жұлу мазхабын ұсынады болар. Әрбір сондай имамдардың хадистерін шеттерін жұлып сондай ақида келтіреді адамдарға соған сенеді. Мә, действительно, субханалла, мына фабриканың ішіндегі бәрі қара тауық екен деп. Қайдан білесің, оның 10 мың тауық бәрі аппақ екен, мысалы. Сол сияқты ғой бауырлар. Соған тағы мысал келтіруге болады. Алдыңғы сабақтарда айттым, мысалы, есім сипаттардың, тексттардың, аяттары, хадистері көбі нас, дұрыс па? Яғни екінші мағына алу мүмкін емес. Аллах тағала, мысалы, қол сипатында өтеміз. Алла тағала қолмен ұстайды деді, қолдың саусақтары бар деді, әлде қолмен жерді бүктейді деді, әлде жерді сілкейді деді, мысалы, дұрыс па? Бұл жерде, яғни бұрмалау мүмкін емес құдіретке, әлде күш қуатқа. Ал кейбір тексттар бар, кейбір аяттар бар, вахир, екі мағына түсінуге болады. Мысалы, қай жерге бұрылсаңдар да, ол жерде Алланың жүзі дейді. Бұл аятта сәләфтарда ихтилаф бар. Кейбір ғалымдар ол аятты Алланың жүзі аят емес, қыбла дейді, бағыт дейді, бұл жерде айтылған. Шейхул Ислам ибн Теймия, яғни бұл аятта Алланың бағыты қыбла деп сұнады. Бірақ ибн Теймия бауырлар Алланың жүзін жоқ деп айтады ма? Жоқ, оған тек қана мына аятта емес, толып тұр ғой аяттар, Алланың жүзі бар, әлде хадистер, дұрыс па? Тек осы аятта ғана, яғни екі ықтимал мағына. Алланың жүзі ма, әлде қыбла деген мағына ма? Сәләфтарда ихтилаф бар. Сол кімдер, сипатшылар, сондай болған аяттың бағандай сөздерін теріп алып, Алланың жүзін жоққа шығарады. Айтады, міне ибн Теймия айтқан бұл жерде, ибн Теймия бұл жерде қыбла деп айтқан дейді. Әлде осындай сәләф бұл жерде қыбла деп айтқан дейді. Ибн Аббастан келеді дейді, мынау яума юкшафу ан сақ, қалақтыла балтырын көтергенде, яғни қиыншылық деген мағына деп. Яғни сондай қылып теріп жүндердің, тауықтың жүнін жұлған сияқты өздеріне сондай бір ақида құрады. Бұл бауырлар алдыңғы екі сабаққа тән бір, яғни насихат мәселелер маңызды болған. Соны толықтыратын. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Автор айтады, Алла тағала сөзінде Раббыңның үкіміне сабыр ет, өйткені сен көз алдымыздасың дейді. Тур сүресінің 48-ші аяты, басқа аятта саған көз алдымызда бағылуың үшін өз тарапымнан махаббат салдым дейді. Таха сүресінің 39-ші аяты. Осы екі аят, осы абзац Алланың көзі деген сипатын баяндайды. Яғни Ахли сунна вал жама ақидасы бойынша Алла тағаланың көз деген сипаты бар. Нақтылап айтқанда, Алла тағаланың екі көзі бар.
бір көз емес, екі көзі бар Алла тағаланың. Және Алла тағала бұл екі көзімен көреді. Яғни көз ол Алла тағаланың көру құралы. Яғни Алла тағала сол екі көзбен көреді. Көз сипаты ол Алла тағаланың зәти сипаты. Алла тағаланың сипаттары екіге бөлінеді. Зәти деген бар және фи'ли деген бар. Алдыңғы сабақтарда өттік. Бұл зәти сипатына кіреді. Біраз ғалымдар зәти сипатты екіге бөледі. Бірінші хабари дейді, екінші ма'науи дейді. Ма'науиге бағанағы нелер кіргізеді? Аллах тағала білімді, әлде құдіретті деген сияқты сипаттарды кіргізеді ма'науиға. Ал неге хабариға бағағыдай жүз, көз, қол, аяқ деген сипаттарды кіргізеді. Сөйтіп екі бөледі. Не болса да ол Алла тағаланың зәти сипаты. Біз ахли сунна вал жамаа осы сипатты Алла тағаланың екі көзін мойындаймыз, иман келтіреміз, сенеміз. Қалай ол демейміз, қандай ол демейміз, ұқсатпаймыз, жоққа шығармаймыз, мағынасын түсінбейміз деп айтпаймыз, бұрмаламаймыз, иман келтіреміз. Бұл ахли сунна вал жамааның бауырлар ақидасы. Алла тағалада көзі бар екеніне дәлелдер міне осы кітапта келген дәлел. Ал екі көз екенін қайдан алды дейтін болса, сәләфтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәджалды сипаттағанда айтады, дәджалдың бір көзі аққан дейді. Яғни ағып біткен бір жүзім сияқты дейді. Ва инна раббакум лейса би а'вар дейді. Раббаларың а'вар емес дейді. А'вар деген араб тілінде бауырлар бір көзі дұрыс болып, екінші көзі ағып біткенді а'вар дейді араб тілінде. А'вар деген араб тілінде, яғни бір көзі көреді, жақсы көреді, ал екінші көзі ағып біткен араб тілінде оны а'вар дейді. Егер де екі көзі көрмей қалатын болса, араб тілінде оны а'ма дейді, соқыр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Раббыны сипаттағанда инна раббакум лейса би а'вар дейді. Яғни раббыларың а'вар емес дейді. Яғни раббыларың бір көзі сау болып, бүтін болып, екінші көзі ағып кеткен емес дейді. Демек, мына жерде хадистен қандай мағына шығады? Раббымызда екі көз екені дейді. Өйткені алдында өткен қағидаларда біз өткен едік. Алла тағаладан бір сипатты, жаман сипатты жоққа шығаратын болса, оның қарама-қайшысын бекіту керек. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағала а'вар емес деп тұр. Демек, Алла тағала а'вардың, яғни бір көзі көріп, бір көзі сау, бір көзі бүтін, бір көзі көрмейді дегеннің антонимысын айтамыз. Яғни Алла тағаланың екі көзі де бүтін сау деп айтамыз. Сондықтан бұл хадистен Алла тағаланың екі көзі бар екенін ғалымдар шығарады, сәләфтар. Және Ибн Хузайма міне кітапта келгенде айтады, жаратушы Раббымыздың екі көзі бар. Ол екі көзімен топырақтың астында және жеті қат жердің астындағы және жеті қат жердің астындағы мен жоғарғы аспанда не бар екенін көреді дейміз дейді. Яғни біз ахли сунналар ақидамыз осыны айтамыз дейді. Алла тағаланың екі көзі бар, сол екі көзімен Алла тағала көреді дейді. Және Әл-Ләләкәи өзі кітабында сондай көзді сипатты, Алланың жүзін, қолдарын, Алланың екі қолы бар екенін сипатын айтқанда баптың аты не дейді? سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين дейді. Яғни баптың аты осындай ұзын. Айтады кім Ләләкәи, Алланың жүзі, екі көзі және екі қол бар екеніне Алланың кітабында және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннеттерінде келген дәлелдер туралы бап дейді. Сондықтан яғни сәләфтарда бауырлар ешқандай ихтилаф болмаған. Алла тағаланың көзі бар екеніне және Алла тағалада екі көз бар екеніне және Алла тағала сол екі көзбен көреді екеніне сәләфтарда ешқандай келіспеушілік болмаған. Ал бұрмалаушылар әрине бұл сипатты Алланың екі көзін мойындамайды. Олар керісінше оны көрумен бұрмалайды. Яғни Алла тағаланың көзі деген, яғни көру деген мағына дейді. Көз дегенді мойындамайды. Ал ахли сунна жоқ, Алла тағаланың екі көзі бар дейді, және Алла тағала сол екі көзбен көреді дейді. Өйткені көрумен және көз екеуі екі бөлек нәрсе. Мағыналары әртүрлі. Соны мысал қарайтын болсақ, адамға салатын болсақ, соқыр адам болады, дұрыс па? Екі көзі бар, көзі ағып біткен мысалы. Екі көзі бар. Көзі бар, бірақ көрмейді ғой, дұрыс па? Яғни көзі бар ол кісінің, бірақ көрмейді.
Сондықтан көру деген ол бір нәрсе, ал көз болу деген ол екі нәрсе болар. Сондықтан ол ахли сунна вал жама ақидасы бойынша Алла тағаланың екі көзі бар, сол екі көзбен көреді. Және бауырлар, егер де солай болсыншы жақсы, яғни сол сипатшылардың айтқандай бола қойсыншы жақсы. Алла тағаланың көзі деген, яғни көру дей салайықшы. Яғни олар неге мойындамайды екі көзді Алла тағаланың? Өйткені айтады, мақлұққа ұқсатып қоямыз дейді. Сол себептен оны мойындамаймыз, оның орнына көру деп айтамыз дейді. Араб тілінде сондай, яғни бір екінші мағынасында сондай бір бар дейді, келген дейді. Жақсы онда. Яғни көз деген нәрсе көру бола салсыншы дейді ахли сунна. Онда көру деген мен де көрем. Мысалшы, қой ешкі де көреді. Мысалы, балық та көреді. Соны Алла тағаланы мақлұққа ұқсаттыңдар ма? Жоқ дейді. Бұл жерде Алла тағала өзіне лайықты түрде көреді дейді. Қалай, қандай екен білмейміз, ұқсатпаймыз, жоққа шығармаймыз, бұрмаламаймыз. Яғни өзіне лайықты түрде Алла тағала көреді деп айтамыз дейді. Ал мақлұқ өзіне лайықты түрде көреді деп айтамыз дейді. Осы дейді ақидамыз. Ондай болатын болса, бұрмаламай-ақ неге солай көзге солай айтпайсыңдар? Алла тағаланың өзіне лайықты түрде сондай бір көзі бар, білмейміз, қандай екен білмейміз, бұрмаламаймыз деп сөйтіп көзді көруге оны бұрмалағаннан кейін барып сондай кері сол ахли сунна қағидасына тірелесіңдер. Сондықтан бауырлар, яғни ахли сунна жама ақидасы бойынша Алла тағаланың екі көзі бар, ол Алла тағала екі көзімен көреді, қандай екен білмейміз, қалай деп сұрақ қоймаймыз, бұрмаламаймыз, жоққа шығармаймыз, бекітіп, мойындап, иман келтіреміз. Бұл бауырлар Алла тағаланың көзі сипаты. Алла тағала сөзіне Раббының үкіміне сабыр ет, өйткені сен көз алдымыздасың дейді. Басқа аятта саған көз алдымызда бағылуың үшін өз тарапынан махаббат салдым дейді. Яғни Муса алейхиссалам айтады, Аллах тағала өз тарапынан саған махаббат бердім деген, яғни мен сені енді жақсы көремін деген мағына. Әлде екінші мағынасы өз тарапынан саған адамдардың жүрегіне махаббат бердім дейді. Яғни саған сондай махаббат бердім, адамдар сені жақсы көреді дейді. Кейбір ғалымдар былай дейді, кейбір ғалымдар былай дейді, кейбір ғалымдар екеуі де дұрыс дейді. Яғни Аллах тағала біреуді жақсы көретін болса, оны міндетті түрде Аллахтың сүйікті мақлұқтары оны жақсы көреді. Бұл бауырлар Алла тағаланың көз сипат турасында айтылған мағлұмат, сол турасында айтылған абзац. Келесі абзац Алла тағала сөзінде бар билік бір өзінің қолында болған Алла қандай ұлы дейді. Мүлік 1-ші аят, басқа аятта екі қолыммен жаратқаныма сәжде етуден сені не тосты дейді. Бұл Сад сүресінің 75-ші аятта Алла тағала иблиске айтады, оны сөгіп айыптап, екі қолмен жаратқаныма сәжде етуден сені не тосты дейді. Не кедергі болды дейді, сол Адам алейхиссаламға мен екі қолмен жаратқаныма сәжде қылудан дейді. Бұл екі аят бауырлар, осы абзац Алла тағаланың қолы деген сипатты баяндау үшін келтірілген. Яғни ахли сунна вал жама ақидасы бойынша Алла тағаланың екі қолы бар. Екі қолы бауырлар Алла тағаланың зәти сипаты. Алла тағаланың зәти сипаты. Ахли сунна вал жама ақидасы бойынша Алла тағаланың өзіне лайықты болған қолы бар. Сөйтіп иман келтіреді ахли сунна. Бұрмаламайды, жоққа шығармайды, қандай екен білмейміз дейді, ұқсатпайды, мағынасын білмейміз деп беймәлім деп айтпайды, мағынасын түсінеміз дейді, өзіне лайықты бір қолы бар екеніне ахли сунна иман келтіреді. Өйткені бауырлар, қол деген сипат бауырлар ғалымдарда ешқандай ихтилаф болмаған. Құранмен, сүннеттен және сахабалардың, табииндердің сөздерінің барлығын жинағанда 100-ден астам дәлел бар. Алла тағаланың екі қолы бар екеніне. Бұл ахли сунна вал жама ақидасы. Ибн Хузайма рахимахуллах салаф айтады: бабу зикри исбат al-yad lil-khaliq al-bari jalla wa ala wal bayan anna Allah ta'ala lahu al-yadani kama a'lamana fi muhkami tanzilihi дейді. Жаратушы Раббымыздың қолы бар екеніне және ол екі қол екеніне дәлелдер дейді. Алла тағала кітабында түсіргендей дейді. Яғни осы баптың атын келтіреді, сосын дәлелдерді келтіреді Ибн Хузайма. Және Ал-Имам Ал-Аджурри өзінің Шариа деген кітабында сәләф былай дейді: يقال للجهمي الذي ينكر أن الله عز وجل خلق آدم بيده كفرت بالقرآن ورددت السنة وخالفت الأمة дейді. Адамды Алла тағала өз қолымен жаратқан екендігін жоққа шығарған жахмиге былай дейміз дейді: кафарта бил Құран, Құранға кәпір болдың, варадатта сунна, сүннетті қайтардың,
وخالفت الأمة және үмметке қарсы шықтың деп айтамыз дейді. Бұл имам Әл-Аджурри Шариа деген кітабында келтіреді. Кезінде сол 3-ші ғасырда өмір сүрген ғалым. Әл-имам Ас-Сижзи рахимахулла өзінің кітабында айтады: وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه وتعالى يدين بذلك ورد نص في الكتاب والأثر дейді. Ахли сунна Алланың екі қолы бар екеніне бір ауыздан келіскен дейді. Осы турасында кітабында және әсарларда, хадистерде дәлелдер келді дейді. Яғни бұл бауырлар сәләфтардың сөзі бауырлар. Сондықтан сәләфтарда ешқандай ихтилаф болмады Алла тағаланың екі қол бар екеніне. Ал бұрмалаушылар бауырлар Алла тағаланың осы қол деген сипатын, яд деген сипатын бірнеше мағынаға бұрмалайды. Яғни шамамен 10-ның үстінде тәпсірі бар олардың бұрмалау. Мысалшы, құдірет дейді, күш-қуат дейді, мүлік дейді, нығмет дейді, патшалық дейді, әлі беру, сыйлық дейді, ризық деген пікір бар, қазына деген бар, береке деген бар, карамат деген бар, қамқорлық деген бар. Осындай мағыналарға бұрмалайды. Яғни әйтеуір қол дегенді мойындамау керек. Тіке түсініп тұрғандай болмау керек, оның екінші мағынасын мойындайды. Екінші болғанда алыс болған мағынасы. Ол мағынасы келіспейді. Яғни мысалшы, құдірет дегенді салатын болсақ, яғни Алла тағаланың екі қолымен жаратқаныма сәжде етуден сен не тос дейді. Сонда екі құдіретімен жаратқаныма сәжде етуден сені не тос дейді. Әлде екі нығмет дейді. Көбінесе сол екі бұрмалайды бұлар. Құдірет және нығмет дейді. Екі нығметімен жаратқаныма сәжде етуден сені не тос деген мағына шығады. Алла тағалада сонда екі нығмет па? Аллах тағала Құран айтқан жоқ па? Ва ин тауду ниъматаллахи ла тухсуха. Аллахтың нығметін санайтын болсаңдар, шетіне жете алмайсыңдар дейді. Сонда олар тек қана екі нығметпен шектеп қойды ма? Әлде екі қолымен жаратқаныма сәжде етуден не тосты деген, екі құдіретімен жаратқаныма сәжде етуден не тосты дейді. Яғни қалай сонда Алла тағалада екі құдірет па? Түсінбедік. Яғни Алла тағалада бір ұлы бір құдірет. Олар сонда екі құдірет деген жақсы, олардың айтуымен бола салшыншал жақсы. Яғни Алла тағала Адам алейхиссаламды өзі құдіретімен жаратты. Алла тағала құдіретімен жаратты, күш қуатымен құдіретімен жаратты. Онда Адам алейхиссаламның қандай ерекшелігі бар? Алла тағала бұл жерде Адам алейхиссалам ерекшелеп тұр. Яғни Адам алейхиссаламның сондай бір ерекшелігі бар. Алла тағала өзі қолымен жаратты. Абдулла ибн Умардың хадисіне келгенде, Дарими риуаят қылған хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям халақаллаху арбаа ашия биядихи дейді. Алла тағала 4 нәрсені өз қолымен жаратты дейді. Адам, уәл арш, уәл қалам, уәл жаннату адн дейді. Алла тағала 4 нәрсені өз қолымен жаратты дейді. Адам алейхиссаламды, аршыны, қаламды, сосын жаннатты. Thumma qala li sa'il ashya'i kun fakanat дейді. Ал қалған нәрселерге, осы 4 нәрседен қалғанына бол деп айтады, ол бола ғой дейді. Яғни Адам алейхиссаламның бауырлар сондай бір артықшылығы бар. Алла тағала оны қолмен жаратты. Егер де Алла тағала оны қолмен жаратпаған екен, құдіретпен жаратқан екен, мысалшы, онда Адам алейхиссаламның қандай артықшылығы бар иблистен, бізден, барлығынан? Онда иблис айта алады ғой, мысалшы. Білем, құдіретімен жаратқан, ол қандай бір артықшылығы бар. Менде де аспан жердің бәрін өзің құдіретімен жаратқан жоқсың ба деп айтуға болатын еді ғой. Және тағы да хадистерден, шапағат хадисінде қиямет күні адамның барлығы Адам алейхиссаламға келгенде не айтады оған? Адам дейді, сен жер бетіндегі ең бірінші Алланың жаратылысың ғой дейді, ең бірінші тірі адамсың ғой дейді. Және Алла тағала сені өзі екі қолымен жаратты ғой дейді. Яғни бүкіл адамдар соны мойындап айтады Адам алейхиссаламды. Яғни сондай сенде бір ерекше сипатың бар, Адам, әкеміз Адам, сенде бір сондай ерекше сипат бар, ешкімде болмаған. Алла тағала сені арнайы екі қолмен жаратты дейді. Және Муса алейхиссаламмен тартыс хадисінде Адам алейхиссалам Муса екеуі тартысқанда, сонда Муса алейхиссалам Адам алейхиссаламға айтады: Адам дейді, әкеміз дейді, Алла тағала сені екі қолмен жаратты ғой дейді. Сонда егер де екі қолды бұл жерде құдірет деген мағынаға аударатын болсақ, онда Адам алейхиссаламның басқа адамдардан ешқандай артықшылығы болмайды. Онда Адам алейхиссалам айту керек қой Мусаға, әлде қиямет күні неге бәрін маған жете бересің, екі қолмен жаратты, екі қолмен, бәріңіз де сол Аллахтың құдіретімен жаратылған жоқсың ба деп айту керек қой Адам алейхиссалам. Яғни Адам алейхиссалам бұл артықшылығы бауырлар. Алла тағала оны екі қолмен жаратқан. Кейін бауырлар, қолды құдірет деген мағынаға аудару, әлде нығмет деген мағынаға аудару, яғни бұлай соқпайды, келмейді. Құран аяттарына, хадисте мүлдем келіспейді.
Мысалы үшін Аллах тағала өзінің қолын сипаттағанда, қолын айтқанда, қолына біраз сипаттар қосты, біраз етістіктер қосты. Мысалы үшін Аллах тағала айтты, қолымен ұстайды деді. Және Аллах тағала қысады деді. Қолға алады деді. Бүктейді дейді. Және Аллах тағала Адам алейхиссаламның арқасын өз қолымен сипады деді. Ұстап сілкіді дейді. Яғни Аллах тағала қиямет күні жерді қолымен ұстап сілкейді. Және Аллах тағала қолымен береді, әлде қолымен істейді. Алла тағала Тауратты өз қолымен жазды деп келеді. Және қолы ашық деп келеді. Және қолының саусақтары бар деп келеді. Яғни осының бәрі сол қолдың сипаты. Алла тағаланың қолын осындай сипаттармен Құранда, хадистерде Аллах тағала сипаттады қолдың өзін. Енді осыдан кейін қалай оны құдірет, әлде нығмет, әлде қазына, әлде сыйлық, әлде күш қуат, әлде тағы сондай сипаттарға қалай мүмкін оны бұрмалау? Сондықтан бұл жерде басқа бұрмалаушылардың, топтардың қате екеніне көзің нақ жетеді. Ал тафуиттар Аллахтың есім сипаттарын мағынасын түсінбейміз, мағынасы түсініксіз деп айтатындар, осындай нәрселерден қашып айтады олар. Өйткені бұрмалаушылар осыны айтқаннан кейін, ахли сунна оларды қарсы дәлелдермен көміп тастайды. Сол кезде сол дәлелдерден аман шығып кету үшін тафуид жоқ бұрмаламаймыз дейді. Оны мағынасын түсінбейміз болды дейді. Қол деген ұстайды, Аллах тағала ол қолмен, Аллах тағала ол қолмен қысады, бүктейді, сілкейді, саусақтары бар деген түсінбейміз дейді. Не турасын айтып отырған. Алла тағала мына аяттың мағынасы екі қолмен деген, аяттың мағынасы екі қолмен жаратқаныма сәжде етуден сені не тосы дейді. Сонда аяттың мағынасы мынандай шығады. Екі жаратқаныма сәжде етуден не тосы дейді. Екі қолмен деген түсінбейміз, деп айтылған сияқты ғой, мағынасын түсінбейміз, білмейміз деп айтады олар. Оларға алдыңғы сабақта өткен нәрсемен рад қайтарылады. Және кейін ақылды кісі түсінеді, бұл жерде мағынасы түсінікті екен. Аллах тағала қолды қаншама сипатпен сипаттады. Бүктейді, сілкейді, ұстайды, Тауратты жазады деп бірнеше сипатын айтты. Сондықтан ақылды кісі түсінеді, бұл жерде қол дегенде, Алла тағаланың өзіне лайықты сондай бір қол бар екені. Біз қандай екен білмейміз, ұқсатпаймыз, жоққа шығармаймыз, мағынасын түсінбейміз деп айтпаймыз, иман келтіреміз, сенеміз, мағынасын білеміз деп айтамыз. Бұл бауырлар ахли суннаның бауырлар ақидасы қол турасында. Енді бауырлар Алла тағаланың қолы бар екенін түсінгеннен кейін және бұрмалаушылардың тафуид жасаушылардың пікірлері қате екенін түсінгеннен кейін бауырлар бір мынандай мәселе бар. Қол мәселесі, Алла тағаланың қол мәселесінде ғалымдарда ихтилаф бар. Алла тағаланың екі қолы бар ахли сунна жама ақидасы бойынша. Оған ихтилаф жоқ. Алла тағаланың оң қолы бар. Оны бәрі мойындайды. Енді Алла тағаланың сол қолы бар ма деген сұрақ. Бұл мәселеде бауырлар ахли сунна жама ақидасында екі пікір бар. Біраз ғалымдар бар дейді. Алла тағаланың сол қолы бар дейді. Ол пікірді ұстанған Усман ибн Саид ад-Дарими сәләф және Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб китабу таухидтың ең соңғы бабында сөйтіп айтады. Және осы замандас болған ғалымдардан Мұхаммед Халил Харрас және шейх Абдул-Азиз ибн Баз және шейх Абдулла Ал-Ғанайман деген ғалымдар Алла тағаланың сол қолы бар дейді. Ол дәлел қандай дәлелдері? Ятуиллаху самавати яумал қиямати thumma яхудухунна биядихил юмна дейді. Аллах тағала аспандарды қиямет күні оң қолмен қысады дейді. Сосын айтады дейді. Анал малик, мен патшамын. Айнал жаббарун, айнал мутакаббирун. Сондай тирандар, тәкаппарлар қайда олар дейді. Thumma ятуил арда бишималихи. Кейін жерді сол қолмен қысады дейді. Thumma яқул, кейін айтады, мен патшамын, тәкаппарлар қайда деп, сол хадисте келеді. Бұл хадисте бауырлар Аллах тағала жерді сол қолымен қолға алады дейді, қолмен қысады дейді. Осы хадистің сөзінен банағы айтқан ғалымдар Алла тағаланың сол қолы бар дейді. Ал екінші пікір бауырлар, имам Ахмад сияқты және Ибн Хузейма сияқты, олар Алла тағалада сол қол бар деп айтпаймыз дейді. Алла тағаланың екі қолды оң деп айтамыз дейді. Оған дәлел Абдулла ибн Амрдан келген хадисінде Сахих Муслим риуаят қылған: "Иннал муқситина индаллахи ала манабира мин нурин ала яминир рахмани азза ва джалла ва килта ядайхи ямин" дейді. Хадис мағынасы арасында әділеттілер Рахманның оң жағында нұрдан болған минбарларда отырады дейді. Алланың екі қолы да оң дейді.
Әлләзина яъдилуна фи хукмихим ва ахлихим ва ма гуллу дейді. Олар дейді, яғни әділеттілер, үкімдерінде және отбасы жанұяларында және қол астындағылармен әділді болғандар дейді. Яғни сондай кісілер өзін үкім бергенде, бір нәрсе үкім мәселесінде және отбасында және қол астындағылармен әділді болғандар қиямет күні Рахманның, Алла тағаланың оң жағында нұрдан болған минбарда отырады. Хадис Муслимде келген хадис, Абдулла ибн Амрдан келген. Бұл хадисте қарап тұрсақ, ва килта ядайхи ямин дейді. Алла тағаланың екі қолы да оң дейді. Сол себептен осы ғалымдар Алла тағаланың сол қолы бар деп айтпаймыз дейді. Алла тағаланың екі қолы оң деп айтамыз дейді. Ал жоғарыдағы айтылған хадисте жерді сол қолына ұстайды деген, бұл хадисте екі риуаят келеді. Бір риуаятында жерді келесі қолмен ұстайды деп келеді, және жерді, осы бана оқыған риуаятта жерді сол қолмен ұстайды деп риуаят келеді. Сол ғалымда соны риуаятын зерттегенде, сол қол деген хадистің риуаятында ішінде иснадында бір әлсіз кісі бар дейді. Әлсіз болғанда сенімді кісі, бірақ өзі бір нәрсені риуаят қылатын болса, одан хадис сахих қылып алынбайды дейді. Яғни сол себептен осы имам Ахмад ибн Хузеймалар олар айтады, Алла тағаланың екі қолды оң дейді. Ал бірінші пікір банағы айтқан Алла тағаланың екі қолы бар, біреу оң, біреу сол дейтін, олар яғни банағы хадиске қалай жауап береді? Алла тағаланың екі қолы оң деген, яғни екі қолы кәміл және ешқандай нұқсан және жетіспеушіліктен пәк дейді. Яғни мысалшы, Алла тағала адамдарды сондай қылып жаратты. Бір қолы кәміл, толық, бүтін болады да, бірақ екінші қолы әлсіз, нұқсан болады. Яғни мүмкін емес жер бетінде ондай адам жоқ, екі қолымен бірге жұмыс істей алатын. Яғни екі қолмен бірдей жұмыс істейтін. Мысалшы, оң қолмен соғатын болса, сол қолмен дәл сондай қылып соға алатын. Әлде солақай болатын болса, сол қолмен соғатындай, ол оң қолмен ондай қылып соға алмайды. Әлде тас лақтыру болатын болса, тас лақтыратын болса, оңқай болатын болса, тасты оң қолмен лақтырғандай, ол сол қолмен ондай қылып лақтыра алмайды. Әлде тырнақты қию, мысалы, ол оң қолмен сол саусақтардың тырнағын қиятындай, ол сол қолмен олай қия алмайды. Яғни Аллах тағала сондай қылып жаратып қойды. Қай қолы ол басшы болады, екінші қолы яғни әлсіз болады. Бірақ Алла тағалада ондай нәрсе жоқ. Алла тағаланың екі қолы да оң дейді. Яғни екі қолда Алла тағаланың бірдей. Яғни мына қолы мына қолынан әлсіз емес дейді. Яғни сондай мағынаны білдіреді дейді, екі қолы оң дегенді. Яғни Алла тағаланың сол қолы бар дейтіндер. Жалпы осы екі пікірдің екеуі де бұл ахли сунна пікірлері. Мына пікірді ұстанған кісі мына кісіні айыптамайды, ал мына пікірді ұстанған мына кісілерді айыптамайды. Бұл екеуі де бұл ахли суннаның шеңберінен шықпаған бұл пікір. Келесі мәселе бауырлар, мына қолға байланысты болған. Ғалымдар Алла тағаланың екі қолы сипатын айтқанда бір мәселе қосады. Алла тағаланың қолы болғандай бауырлар, Алла тағаланың саусақтары бар. Ахли сунна уал жамаа ақидасы бойынша Алла тағаланың саусақтары бар. Өзіне лайық түрде қандай екенін білмейміз, мағынасын түсінеміз, бұрмаламаймыз, жоққа шығармаймыз, ұқсатпаймыз. Оған дәлел Абдулла ибн Амрдан келген хадисінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна кулуба бани адама куллуха байна усбуайни мин асаби'ир рахман юқаллибу кайфа яша" дейді. Арасында адам балаларының жүректері Рахманның саусақтарының арасында дейді. Қалайша және қалағанша бұрады дейді оларды. Бұл дәлелден бауырлар, ахли сунна уал жамаа Алла тағаланың саусақтары бар дейді. Және тағы да оған дәлел хадисте келген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Абдулла ибн Масудтан келеді. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям яһудилердің бір ғалымы келіп: "Я Мұхаммад" дейді, "біз" дейді, неден дейді, өзіміз Тауратымыздан Алла тағала қиямет күні аспанды бір саусағына қоятын, және жерді бір саусағына, топырақты бір саусағына, суларды бір саусағына, сөйтіп бес саусағына айтып шығады. Сөйтіп саусақтарына осы бана нәрселерді қоятын кезіктіреміз дейді. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл яһуди ғалымның сөзін растап күлді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күліп жіберді дейді. Сол яһудидің сөзін растап деп Абдулла ибн Масуд айтады. Тасдиқан ли қаулил хабр дейді. Яғни сол хабрның, ғалымның сөзін растап дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күліп жіберді дейді.
Сондықтан ахли сунна уал жама ақидасы бойынша осы хадистерге сүйеніп алла тағаланың саусақтары бар дейді. Ал бұрмалаушылар әрине алланың саусақтары бар екенін мойындамайды, ал банағы пайғамбарымыздың күлгенін, яғни мазақ қылып күлді дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл кімге, яхудиге күлгенде бағандай мазақ қылып күлді дейді, бағана кекетіп дейді. Бағана біреу мысалы бір ерсіз бір қылық істегенде күлеміз ғой бір сондай. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам солай күлді дейді. Бұл жерде Абдулла ибн Масуд айтып жатыр, растап күлді деп, бірақ қазіргі сипатшылар жоқ, растап күлген жоқ, ол яғни мазақ қылып күлді дейді. Бұл жерде бауырлар кімге сенеміз, қазір заманның сипатшыларына ма, әлде Абдулла ибн Масудтың сөзіне ма? Адам өзіне қарасын. және имам Шафии рахимахулла айтады: лиллахи табарака ва та'аля асмау сифат жаа биха китабуху ва ахбара биха набиюху саллаллаху алейхи ва саллям умматаху ва анна лаху усбуан дейді. Ұлы жоғары Раббымыздың Құранда айтқандай және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үмметіне жеткізгендей Алла тағаланың есімдері мен сипаттары бар дейді. Сондай-ақ оның дейді Алла тағаланың саусағы бар дейді. Хадистерде келгендей дейді. Бұл бауырлар кімнің сөзі? Имам Аш-Шафиидің сөзі. Және ол тек қана имам Шафиидің сөзі емес, Ибн Хузайма өзінің кітабында анық қылып айтады. Және Абу Бакр ал-Аджурри, Ал-Бағауи және Ибн Қутайба және біраз ғалымдар, сәләфтар Алла тағаланың саусағы бар дейді. Ол мәселеде ахли сунна сәләфтарда ешқандай келіспеушілік болмады. Ал бұрмалаушылар әрине онымен келіспейді. Ал ахли сунна бауырлар Алла тағаланың екі қолы бар дейді, саусақтары бар дейді, қандай екенін білмейміз дейді, ұқсатпаймыз, бұрмаламаймыз, жоққа шығармаймыз, түсінбейміз демейміз, тек иман келтіреміз деп айтады ахли сунна уал жаманың ақидасы бауырлар. Бұл бауырлар Алла тағаланың саусақтары деген сипатына байланысты. Және келесі автор айтады, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде тозақ оған қанша лақтырғанына қарамастан ол дейді тағы да барма деуін қоймайды дейді. Сонда ұлы күштің Раббысы оған аяғын, басқа риуаятта табанын қояды. Сонда тозақ бір-біріне кіріп бүктеледі деп болды дейді. Хадисті Бұхари мен Муслим жеткізген. Хадистің жалпы мағынасы: тозаққа қиямет күні адамдар түседі. Көп деген адам түседі тозаққа лақтырылады. Сол лақтырылған сайын, кіре берген сайын тозақ бұл нәрсеге тоймайды. Тағы барма, тағы бер деп айтуын қоймайды. Сол кезде ұлы күштің Раббысы Алла тағала аяғын, басқа риуаятта табанын қояды дейді. Енді тозақтың ішіне емес, тозақтың үстіне Алла тағала аяғымен басады. Сонда тозақ бір-біріне кіріп бүктеледі де болды, жеткілікті дейді. Яғни хадисті Бұхари Муслим жеткізген. Бұл хадистен бауырлар ахли сунна Алла тағаланың аяғы деген сипатын алады. Яғни Алла тағаланың ахли сунна уал жама ақидасы бойынша аяғы бар. Қандай екенін білмейміз, бұрмаламаймыз, мағынасын түсінбейміз деп айтпаймыз, жоққа шығармаймыз, иман келтіреміз. Және ахли сунна уал жама ақидасы бойынша аяқ деген Алла тағаланың аяғы зәти сипатына кіреді. Зәти хабари сипатына. Және ахли сунна уал жама ақидасы бойынша Алла тағаланың екі аяғы бар. Ибн Аббастан келген әсарда айтады: әл-курсию маудиу қадамай ар-рахман дейді. Курсиді айтқанда не дегенде Ибн Аббас еді, курси дейді Рахманның екі аяғын қоятын жер дейді. Бұл жерде Ибн Аббас ақылмен айта алмайды бұл нәрсені. Сахабалар сондай бір ғайыптан бір нәрсе айтатын болса, бауырлар, онда пайғамбарымыздың марфу деген үкімін алады. Пайғамбарымыз айтқан секілді. Бір сахаба ғайыптан бір нәрсе айтатын болса, ол өзінен бір нәрсе қоспайды. Демек, оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан ахли сунна жама ақидасы бойынша Алла тағаланың екі аяғы бар. Ал бұрмалаушылар Аллахтың аяқ деген, риджил деген сипаты екі риуаятта келеді. Риджил деп келеді, ол аяқ. Офи риуаятын қадамаху дейді. Яғни қадам табан қояды деп екі риуаят келеді. Риджил дегенді, аяқ дегенді бұрмалаушылар, яғни топ деген бір жамағат деп аударады. Яғни тозақ оған қанша адам лақтырғанына қарамастан тағы барма деп деуін қоймайды. Сонда ұлы күштің Раббысы оған өзінің бір тобын қояды дейді. Яғни аяғын емес, бір тобын, өзінің бір жамағат адамы бар екен Алла тағаланың дайындап болған тозаққа. Сол адамды қойғаннан кейін барып тозақ болды дейді екен. Бұған ахли сунна қалай жауап береді бауырлар? Біріншіден, жаман тозаққа лайықты болған кісілерді Алла тағала өзінің тобы қылып қоспайды. Яғни Аллах тағала
бір топты деп айту мүмкін, бірақ Алла тағала өзінің тобы деп айтпайды. Сонда ұлы күштің Раббысы оған аяғын, яғни өзін тобын, өзіне бір нәрсені қоспайды, мынау Алланікі деп, егер де олар жаман нәрсе болатын болса. Ол біріншіден сол кімдердің, бұрмалаушылардың қателіктері. Екіншіден, риджіл деген топ, жамағат деген мағынасында араб тілінде мүлдем жоқ. Яғни араб тілінде риджіл деген аяқ деген мағына, жамағат, бір топ деген мағына жоқ. Үшіншіден, бауырлар, бұл жерге қарап тұрсаңдар хадисте, сонда ұлы күштің Раббысы оған аяғын, басқа риуаятта табанын қояды дейді. Яғни тозаққа, бауырлар, адам қойылмайды. Тозаққа адам лақтырылады ахли суннат жамағат хадисі бойынша. Аллах тағала Құран айтқанда, "Яума юдауна иля нари жаханнама да'a" дейді. Қиямет күні тозақ адамдар зытырылады дейді, лақтырылады дейді. Кейбір адамдарды басымен жерді сүйретіп келіп лақтырады, кейбірлерді былай лақтырады. Яғни тозақ қандай болмайды, келіп бір кәпірді алып келіп, айналайын, мә сен енді кәпір болдың, мына жайлап қойып, енді тозақта сәл өртене ғой енді деп, олай болмайды тозақта. Тозақ адамдар лақтырылады кәдімгідей. Ал бұл жерде Аллах тағала қояды деп тұр. Хатта яда раббул иззати фихи риджлаху ва фи риwayатин алейха қадамаху дейді. Яғни бұл жерде сонда ұлы күштің Раббысы оған аяғын, басқа риwayат табанын қояды дейді. Сондықтан бұл аятқа сәйкес келмейді. Аятта лақтырылады дейді, ал бұл жерде қояды деп тұр. Тіпті жақсы ал, яғни бұл жерде топты қояды екен, яғни жақсы ал. Алла тағаланың аяғы болмай ақ қойсыншы, яғни бір топ болсыншы, Аллах тағала сол топты қояды екен дейік онда. Аятта ол басқа мағына екен. Қою деген дұрыс екен мысалыша. Аллах тағала тозаққа қойғанда сонда ол адамға ұқсап кетті ма? Жоқ дейді. Аллах тағала өзіне лайықты түрде қояды дейді. Қандай екен білмейміз, бұрмалаймыз, жоққа шығармаймыз деп сөйтіп ахли суннат қағидасын айтады. Онда неге сол аяқты мойындап, Аллахтың аяғы бар дегенді мойындап, сосын сол аяқты мойындағаннан кейін соған ахли суннат қағидасын неге айтпаймыз? Неге сол бана бұрмалап, жоққа шығарып, бұрмалап келген деген түбі барып соған ахли суннат қағидасына тірелесіңдер? Кейін былай хадисті қарап тұрсаңдар, бауырлар, басқа риуаятта табанын дейді, яғни. Қараңдаршы, бауырлар, мына риуаятшылар, сахабалар қандай қылып түсініп тұр. Яғни бір басқа риуаятта тобын деп келсе, әлде бір жамағатын деп келсе, жоқ, аяқ дегенді тәпсірлеп түсіндіріп тұр бір сахаба. Яғни сахабалар қандай түсінген? Аллахтың аяғы дегенде, яғни табаны деп түсінген. Яғни жақында бір-біріне аяқ, табан. Сахабалар қандай түсінген, қараңдаршы риуаятынан. Бір сахаба айтсам, басқа риуаятта бір тобын десе, жоқ, яғни. Ва фи риуаятин алейха қадамуху, қадам. Ал табан олар қалай, яғни бұрмалайды бұрмалаушылар. Табан деген, қадам дегенде, яғни олар бүйтіп айтады. Қадам деген ай мұқаддам дейді. Мұқаддамның мағынасы, бауырлар, басты алғашқы кісілер, алғашқылар, басты алғашқылар. Сонда Алла тағала тозаққа алғашқы кісілерді қояды. Сонда мағынасы былай шығады, бауырлар. Тозақ оған қанша лақтырғанына қарамастан, қаншама адамдарды, кәпірлерді лақтырмағанына қарамастан, тағы барма дейді. Адамдар лақтырып жатыр, тозаққа кіріп жатыр. Біраз кісілер кірді тозаққа, қараңдар, бауырлар. Тозақ ішінде адам бар, пустой емес. Қараңдар. Сонда ұлы күштің Раббысы оған алғашқы кісілерді қояды, сонда тозақ бір-біріне кіріп бөктеледі, болды дейді. Яғни хадис мағынасы соқпайды. Яғни қалай тозаққа лақтырылып жатады, тозақта адамдар бар, сол кезде тозақ әлі тоймайды, тағы бармайды. Сол кезде тоймағаннан кейін Аллах тағала тозаққа ең бірінші алғашқы кісілерді кіргізгеннен кейін барып тозақ болды дейді. Қалай болсында? Яғни мағынасы келіспейді. Яғни егер айтса ғой, тозаққа адам лақтырылмай тұрып, тозақ тағы барма деп айтады, сол кезде Аллах тағала ең алғашқы кісілерді қойғаннан кейін бар десе, яғни келіседі. Бірақ бұл жерде хадисте тозаққа адамдар түсті, кіріп жатыр ішінде адамдар, соған тозақ тоймай жатыр. Сосын барып Аллах тағала үстінен аяғын қояды. Ал алғашқы кісілерін қалай қояды? Ішінде кісілер бар ғой. Ол соңғы кісілер Аллах тағала қоятын, тозақ соған тынышталатын. Яғни хадистің мағынасы мүлдем соқпайды, субханалла. Сондықтан бұл ахли суннаның пікірі, бауырлар, ешқандай күмәнсіз бұл жерде хақ. Ал басқа топтар, бауырлар, субханалла, бір тіке мойындалмай, сол тәшбихтен қорқып, ұқсатудан қорқып, қашып, одан сайын бір пәлеге түседі. Бір хадисті шыны керек бір ой күлкіге айналдырады, субханалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде тозақ оған қанша лақтырғанына қарамастан, ол тағы барма деуін қоймайды. Сонда ұлы күштің Раббысы иесі оған аяғын, басқа риуаятта табанын қояды. Сонда тозақ бір-біріне кіріп бүктеледі де болды дейді. Хадисті Бұхари мен Муслим жеткізген.
والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.